Ассалаумағалейкум ұстаз, осы өзі бөлектеніп араласпай артынан жаман сөз айтып кететін туысқанға қалай қарау керек? Дұрыс сұрақ қойдыңыз. Уағалейкум ассалам. Жалпы мынандай бар. Пайғамбарымыз айтты, туысқандармен араласу ол әрбір мұсылманның міндеті. Тіпті пайғамбарымыздың қандай хадисі бар? Қатиғур рахм ла ядхулул жанна дейді. Туысқандық қарым-қатынасты бөлуші адам жәннатқа кірмейді деген пайғамбарымыз хадисі бар. Енді ғалымдарымыз айтады, туысқандармен қарым-қатынас қалай болу керек деген кезде, ең болмағанда онымен әйтеуір сәлемің түзу болу керек. Ең болмағанда сәлемің түзу болса, ол сенің онымен қарым-қатынасын үзбегенің. Сен олар сияқты олардан теріс айналып кетпе, олар сені тойға шақырмаса, сен оларды шақырмай кетпе, сенімен амандаспай қойса, сен амандаспай кетпе. Міне сізден талап етілетін нәрсе осы. Сіз осыларды істесеңіз, пайғамбарымыздың хадисіндегі айтылған уәде, кімде-кім туған туысқандарымен қарым-қатынасты үзбесе, жалғап жүретін болса, ризық несібесі кең, өмір жасы ұзақ болады деді. Міне осыған сеніңіз да.